Германияның бір қаласындағы жоғары оқу орнында жаратылыстану ғылымы бойынша дәріс өтіп жатқан бір профессор өзінің студенттерінен «Құдай бар ма?» деп сұрады. Студенттердің бірі орнынан ұшып тұрып, «Әрине Құдай бар» деп жауап берді. Профессор әлгі студентке жақындай түсіп, келесі сұрағын қойды. Егер Құдай бар болса, онда әлемдегі жанды жансыз, көзге көрінетін және көрінбейтін жаратылыстың барлығында Құдай жаратқан ғой, солай ма? Солай. Адам ойындағы мейірім, иман, ізгілік, махаббат сезімдерінде Құдай жаратқан ба? Әрине. Әлгінде өзіңіз айтқандай, жанды жансыз, көзге көрінетін және көрінбейтін жаратылыстың барлығын Құдай жаратқан. Ендеше бұл қасиеттерді адамға Құдай дарытқан, деді студент ерекше көтеріңкі үнмен. Ал енді осы жақсы қасиеттермен бірге адамдардың бойында зұлымдық, жауыздық, іштарлық, шек көрушілік, күншілдік сияқты жаман қасиеттер де бар ғой. Бұлар да жаратылыстан тыс емес. Сонда бұл қасиеттерді Құдай жаратқан ғой. Мүмкін деген студенттің даусы енді бәсең естілді де, одан әрі ол жарытып ештеңе деместен күмілжіп төмен қарап еді. Профессор өз сөзін әрі қарай жалғады. Мүмкін дейсің бе? Ал осындай жаман қасиеттерді Құдай жаратқан болса, онда сол Құдайдың өзінің бойында да жақсы қасиеттермен бірге осындай жаман қасиеттер де болған ғой. Себебі табиғаттың іргелі заңына сүйенсек, еш нәрсе жоқтан пайда болмайды, емес пе? Әркім өзінде бардығаны береді ғой. Әлгі студент еш жауап қата алмастан үнсіз тұр. Енді өз біліміне масаттанған профессордың дауысы көтеріңкі шықты. Ал егер жаратушы Құдайдың өзінің бойында осындай жақсы да жаман да қасиеттер бар болса, онда Құдайдың адамнан, яғни жұмыр басты пендеден айырмашылығы қане? Көрдіңіздер ме, қымбатты менің шәкірттерім? Құдайға сенудің дұрыс емес екенін, діннің барлығы ойдан шығарылған аңыз екенін айтушы едім ғой. Сонымен бүгін сендерге тағы да дәлелдеп тұрмын. Осы кезде аудиториядағы отырған басқа бір студент: «Профессор мырза, сізге бір сұрақ қойға рұқсат етіңіз», деді. Әлбетте, табиғатта суық деген жаратылыс бар ма? Әрине бар. Сен немене, мүлдем тоңып көрмегенбісің? Аудиториядағы өзге студенттер ду күлді. Он елемеген жас жігіт сөзін жалғады. Қателесесіз, профессор мырза. Табиғатта суық деген жаратылыс жоқ. Тек жылу деген жаратылыс бар. Жылу оттан пайда болады. Яғни жылуды тудырушы көз ол от. Ал суық ештеңеден пайда болмайды. Суықты тудырушы көз табиғатта жоқ. Суық деген ұғымды адамдар жылудың жоқтығын немесе жылудың аздығын сипаттау үшін қолданады. Басқаша айтсақ, қай жерде жылу жоқ немесе қай жерде жылу аз, сол жерде өздігінен суықтық орнайды. Жаратылыстағы қай нәрсенің де бар екенін оның энергиясымен өлшейміз. Ал физика ғылымында жылу энергиясы деген өлшем бар да, суықтың энергиясы деген өлшем жоқ қой. Демек, суық деген жаратылыс жоқ. Енді профессор үнсіз қалды. Тағы да бір сұрағым бар, деді жас жігіт. Табиғатта қараңғылық деген жаратылыс бар ма? Бар, әрине. Түн деген қараңғылық емес пе? Бұл жолы профессордың жауабы сенімсіз естілді. Студенттер де әлгіндей ойсыз күлкіден тыйылып, жым-жырт тыңдап қалған. Сіз тағы да қателестіңіз, профессор мырза. Табиғатта қараңғылық деген жаратылыс жоқ. Тек жарық деген жаратылыс бар. Жарықты тудырушы табиғи көз бар. Ол от. Ал қараңғылықты тудырушы көз жоқ. Қараңғылық неден пайда болады? Қай жерде жарық жоқ немесе аз, сол жерде қараңғылық орнайды. Қараңғы деген ұғымды адамдар жарықтың аздығын немесе жоқтығын сипаттау үшін қолданады. Ғылымда жарықтың энергиясы, жарық толқыны, жарықтың массасы деген өлшемдер бар. Ал қараңғылықтың энергиясы, қараңғылықтың массасы деген өлшемдер жоқ. Олай болса, қараңғылық деген жаратылыс жоқ. Ал енді әлгі сіздің сұрақтарыңызға жауап берейін. Зұлымдық, жауыздық, іштарлық, тағы басқа толып жатқан жаман қасиеттерді Құдай жаратқан жоқ. Құдай от жаратты.
оттан тарайтын жылу мен жарық сәулені жаратты. Адам бойындағы мейірім мен махаббатты жаратты. От жоқ жерде өздігіне суықтық пен қараңғылық орнайтын сияқты, қай жерде де махаббат жоқ, қай жерде мейірім шапағат жоқ, қай жерде адамның адамға деген ізгі қарым-қатынасы жоқ, қай жерде имандылық жоқ. Сол жерде зұлымдықта, жауыздықта, арамзалықта, ұятсыздықта, іштарлықта, күншілдікте өз-өзінен пайда болады. Әлгі профессор боп-боз болып сазарып, көзін бір нүктеден алмастан, үнсіз меңіреу күйде орнынан қозғалмай қалды. Ал профессорға ұтымды жауап берген жас жігіт кейіннен әлемге әйгілі ғұлама болған.